Қайырлы таң, қазақ елі, күліп оян, Алматы, Бастауға. Біз сіздерге өзіңізді қорғаудың сан түрлі айла тәсілдерін көрсететін боламыз. Біздің бүгінгі үйретушіміз таэквондо спорт түрінен қара белбеу иегері, бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Қисықов Жанат Мәдешұлы. Алаға, көшеде қалай өзіңізді қорғану керек? Мәселен, жағадан осылай ұстап алған жағдай. Біріншіден, жағадан ұстағанда көбісі жұлқынғысы келеді, қашқысы келеді, алысады, күреседі. Он әдіспен әр адам өзіне кедергі жасауы мүмкін. Біріншіден, қарсыласқа шетпен тұру керек. Біріншіден, екіншіден, тамақ ең жеңілі. Екінші, көз пысмылы. Біріншіден, қарсыласпен көп алысудың қажеті жоқ. Оңға тартып, солға тартып, күресем дегенше уақыт өтіп кетеді. Әр қарсыластың өзінің жанды жері бар. И жеңіл. Біріншіден, тамаққа кіргізгенге. Екіншіден, көзден ұрған кезінде қарсылас 30 секундқа шейін уақыты бұзылады. Сол кезде үлгеруге болады қарсыласты ұрып соғуға. Екіншіден, екі аяқтың ортасы жеңіл. Қолды бұрамыз. И желкеден ұруға болады. Арғарай басы да қайыруға болады, төбеден де ұруға болады. Тамақ, аяқпен ұстаймыз, денемен қолды ұстаймыз. Бұдан кейін қолды бұрауға болады, желкеден, төбеден ұруға болады. Келесі, міне қарсылас егер жақтан ұстаған кезінде тағы да алысып жүрудің еш қажет жоқ. Біріншіден, қарсыласты 15-20 секундқа уақытын алу үшін екі құлақтан ұрамыз. Екі құлақтан ұрған кезінде қарсылас 30 секундқа шейін есін білмей қалады. Сол уақытта біз қолында бұрайламыз, ұраламыз тамақтан. Қолды майыстыруға болады сындырып. Екінші қолмен денеден ұстап тұру керек, тұрып кетпеу үшін. Аяқпен басып тұру керек. Тамақтан ұруға болады. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі көрсеткен тәсілдер тек қана қорғану үшін. Бастауға сақтықта қорлық жоқ.